Баршаңызға сәлем. Арнаға қош келдіңіздер. Видеоны көрмей тұрып лайк басып, тіркелу батырмасын баса кетіңіз. Мәселелерімді Мейрамбек Беспаев шешеді. Мөлдір Әуелбекова кімге арқа сүйейтінін жайып салды. 20 жылда өзіме дүние жинамаппын. Әнші Мөлдір Әуелбекова ұйқым келмейді бағдарламасында Мейрамбек Беспаевпен қарым-қатынасы жайлы айтты. Жүргізушілердің осы жылы өміріңіздегі 5 адамға алғыс айту керек болса, кімге айтар едіңіз деген сұрағына әнші ата-анама, ұлым мен қызыма және Мейрамбек ағама деп жауап берді. Мейрамбек ағаны өзімнің ең жақын адамдарымның қатарына қосуымның астарында үлкен мән жатыр. Ол кісі менің туған ағам десем де болады. Өмірімде де, өнерімде де өзінің рөлі бар. Осы уақытқа дейін өте үлкен 2 проблемаға тап болғам. Оның біреуі биыл болды. Жүйкем тозып, тығырыққа тірелердей жағдай еді. Сол жағдайда ағама хабарластым. Өте қысқа мерзімде бәрін шешіп тастады. Алдағы 20 жылдық есеп беру концертімді де Мейрамбек ағамен ақылдасып істеймін. Ол шет жағасын естіді, қолымыз босағанда отырып ақылдасайық деп айтқан. Концертте екеуміз дуэт болып өнер көрсететін шығармыз деді Мөлдір Әуелбекова. Әнші сондай-ақ ұлының туған күніне пәтер тарту еткенін айтты. Өнерде жүргеніме 20 жылдай бопты, не бітірдім деп артыма қарасам, осы уақытқа дейін өзіме дүние жинамаппын. Ата-анам, бауырларым үшін алатын дүниенің бәрін әперіппін де, өзімде ештеңе жоқ екен. Соны менің балам сезіп қойыпты. Мен енді ата-анамның көзі тірісінде қасынан ұзағым келмей, қара шаңырақта жалғыз інім мен келінімнің жанында тұрдым ғой. Олардың 4 баласы бар. Бауырыңмен бір шаңыраққа сиюға болады, бірақ олардың балалары бірге тұра алмайды екен. Балалар өзара әңгімелескенде мынау біздің үйіміз деп айтса керек, Салтай балам біздің үйіміз жоқ па, біз неге бұлардың үйінде тұрып жүрміз, менің жеке бөлмем жоқ деп 1 жылдан бері сұрай берді. Содан 60 миллионға пәтер алып, баламның туған күніне тарту еттім деді әнші. Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіз құрметті көрермен.